Сәлем достар, сіздерге бүгін тек қана жылы судан жасалатын, дәл осындай жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептісін салам. Ол үшін бізге ең алдымен жылы су керек. Барлық құрамдарын описание бөліміне жазып кететін болам. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Одан соң тұзымызды саламыз. Кішкене май қосамыз, шемішкі май, күнбағыс майы. Осыларды жақсылап тұрып осылай шанышқының көмегімен араластырасыздар. Содан соң ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып жақсылап қамыр илеп қоямыз. Құрамын 2 есе қылып, 3 есе қылып жасасаңыздар болады. Мен жай көрсету үшін сіздерге осылай түсірген болатынмын. Өте жұмсақ. Пісіріп болғаннан кейін салафанға салып қойдым. Өте жұмсақ болып шықты. Тез дайындалатын, жылылай балалар тез жеп қояды деген осы бауырсақты жасап көрген болатын. Қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Жылы жерге қойып қоясыздар. Одан соң 1 сағаттан кейін қамырымызды қайттан алып, осындай болып шығады. Бір қайтарып еледім арасында. Содан кейінгі осылай болып шықты. Астына ұн немесе қолдарыңызды майлап алсаңыздар болады. Мен ұн салдым. Осылай қамырымызды жаямыз оқтаудың көмегімен. Жайған болатынмын. Менің арнама тіркеліп, подписация кнопкасын басып кетіңіздер. Дәл осындай бауырсақты үйден жасап көруге кеңес берем. Осылай жақсылап жайып алдым. Қалыңдай емес, қатты қалың емес, қатты жұқа емес қалыңдықта жайып аласыздар, орташа қалыңдықта. Содан соң пышақтың көмегімен, я болмаса арнайы осындай бауырсақ кесетін заттың көмегімен кескен болатын. Ұнға батырып отырсаңыздар, бауырсақтарыңыз ешқандай жабыспайды. Осылай бауырсақтарымды алып, бетін шамалы жауып, 5-10 минутқа қалдырдым. Оның арасында майымды қыздырып, қызған майға бауырсағымды салған болады. Осындай үлпілдек, доп-домалақ бауырсақтар пайда болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.